Айым, саған не болған? Аздап ауырды. Егер де бір нәрсе керек болса, маған айт. Ал енді Шоқан Уәлиханов туралы айта кетсек, ол неге бұлай киініп келген? Ағай, сен неге бұлай киініп алғансың? мен Арманға ғашық емес екенін түсіндім. Соған осылай келдім. Және аздап ауырып тұрған едім. Жақсы. Мына судан іш. Ауырған кезде суды көбірек ішкен дұрыс. Расында, тергеуші Мақсатты алдай аламын деп ойладың ба? Жоқ, тергеуші мырза, сізді алдап нем бар? Айым, сенің жанарыңнан мұңды көрем. Сені кім ренжітті? Шыныңды айт. Ата-анаң саған қол көтере ме? Жоқ, ондай ештеңе де жоқ. Мен кеше есікке соғып алған едім. Бар болған сол, рас айтамын. Мен саған көмектескім келеді, айым. Шыныңды айтшы. Жақсы. Айтқың келмесе айтпай-ақ қой. Мен қатты қорқам. Айналамдағылар мені теріс айналамады. Қатты қорқам. Ата-анамның үмітін ақтай алмаймын ба деп қатты қорқам. Мен барда сені ешкім ренжітпейді. Енді неге ұрғанын айтатын шығарсың? Ал кейбір адам іш алғаным үшін әкем ұрып жіберді. Боянуға тыйым салды. Ал егер де оқуға түсе алмасам, Онда не? аяусыз сабайтын айтты. Бұл мүлде дұрыс емес. Сен ата-анаңа қарсы арыз жазуың керек, айым. Жоқ, мен әке-шешеме опасыздық жасай алмаймын. Сен оларға опасыздық жасай білесің. Ал олар саған сенбеушілік танытты ма? Сені қолдады ма? Жоқ. Оның орнына сені қорлауда, сені ұрып соғуда. Есесіне, мен сені қолдайтын боламын. Жоқ. Бірақ та, олар мені өсірген адамдар. Олар сені қорлай берсін бе сонда? Олар менің ата-анам. Мені жазалауға толықтай құқылары бар. Жазалауға бар. Бірақ та ұрып соғуға емес, зәбір көрсетуге емес, қопсылауға емес, қорлауға емес. Неге? Маған неге көмектескіңіз келеді? Сізге бәрібір емес пе? Себебі мен саған ғашықпын. Сенің таза әрі менің жан дүниеме ғашықсың. Сен бәріне көмектесуге дайынсың, бірақ өзің емес. Айым, мен саған қамқор болғым келеді. Менің жүрегімді қабылдай аласың ба? Жоқ. Мен сіздің сезіміңізді қабылдай алмаймын. Қабылдасам, онда сіз ата-анама арыз жазуым үшін мені көндіруге тырысуыңыз мүмкін. Мен бұлай істей алмаймын.